Баршаңызға сәлем. Егерде сіздің сметаник пирогыңыз, қаймақты бәлішіңіз ойдағыдай шықпаса, сізге осы видеоны көруге кеңес беремін. Видеоны соңына дейін көріңіз. Алдымен бізге керекті заттар: ұн, құмшекер, қаймақ, сода, жұмыртқа, ванилин, крахмал және де сары май. Ыдысымызға бірінші ұнымызды саламыз. Ұнды салып болғаннан кейін үстінен құмшекерді саламыз. Құмшекердің үстіне разрыхлитель немесе сода саламыз. Оның үстіне 100 грамм сары майымызды саламыз. Болмаса пампушка да бола береді. Кез келген сары майлар түрі бола береді. Тек сұйық май болмайды. Осылай араластырамыз. Осындай болған кезде біз бір жұмыртқамызды жарып саламыз. Араластырамыз да осындай қамыр илейміз. Қамырымыз осындай болады. Бұны холодильникке салып қоямыз. Енді келесі кезек: бөлек ыдысқа қаймағымызды, 3 жұмыртқамызды, ванилинді, кукурузный крахмал немесе ұн салсаңыздар болады. Кукурузный крахмал салып болғаннан кейін үстінен құмшекерді салып, салмамызды араластырамыз. Көп араластырмаймыз, тек бәрі біріксе болды. Мінекей. Ал енді формамызға жаңа холодильниктегі тестамызды алып жайып шығамыз. Формаға ешқандай май жаққан жоқпын. Поклон фирмасының қағазын төседім. Ішіне салмасын саламыз да 180 градуста 40-45 минут пісіреміз. Беті құрғақ болған кезде біз пешкадан аламыз. Мінекей бізде дайын. Мен шиеме сәндедім. Өте дәмді болып шығады. Менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Лайк басыңыздар, пікір жазып, өз пікірлеріңізді бөлісіп отырыңыздар. Сау болыңыздар.